Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жеңіл, ауызда еритін медовый торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек заттар өте қарапайым заттардан тұрады. Бал, қант, ұн, жұмыртқа, сары май, ас содасы, ұнтақ қант, яғни сахарный пудра, 20% кілегей, яғни сливки. Ең алдымен жұмыртқаларды алып, жарып, үстіне қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Содан кейін ерітілген майды құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Содан кейін балды құямыз. Тағы да араластырамыз. Кезек-кезекпен сала отырып, осылай араластырып отырамыз. Содан кейін ас содасын саламыз. Ванильный сахар саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыра отырып, ұнды да саламыз. Ұнды салып, қою масса шыққанша араластырамыз. Осындай болып шығу қажет. Противньді алып, пергамент қағазын төсеп, массамызды қойып, жан-жағына жаямыз. Үстін тегістейміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 8-10 минут пісіріп аламыз. Келесі кезекте кремін дайындаймыз. Кілегейді алып, бір ыдысқа құйып, үстіне қант ұнтағын саламыз. Қою масса шыққанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Коржықтарымыз дайын болды. 3-ке бөлеміз. Осылай 3 бірдей коржықтарды үст-үстіне қойып, арасына крем жағып отырамыз. Коржықтардың жан-жағын тегістеген кезде, осындай коржықтардың қалдығы қалған болатын, соларды үгітіп, торттың үстіне жан-жағына сеуіп шығамыз. Осындай медовый торт болып шықты. Өте дәмді, жеңіл, бастысы тез дайын болды. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Рецептім ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға рахмет.